Қазақ қоғамында исламнан бөлек әлемдік 4 дін өмір сүретін болған. Біріншісі оның фетишизм деп аталады. Жаны жоқ рухтарды білу қазақтар. Мысалы, айдалада бір тал өсіп тұрса, оған шүберек байлауы, таудың, талдың, судың, құбылыстың өзіндік бір тылсым күштердің бар екендігін қазақтар өздері білген. Оны фетишизм деп атайды, жаны жоқ. Келесі кезекте тотемизм деген түсінік бар. Жануарлардың рухы. Яғни ол қазақтардың өзіне тән деп алатын болсақ, ерекшелігі, мысалы, әлемде 166 түркі тілдес халықтар болатын болса, олардың көбісінің тотемдік өзіндік символдары бар және символикалары бар. Мысалы, барлығы деп алсақ болады, тотемі олардың қасқыр, марал, жылқы, бүркіт деген сияқты. Сібір халықтарында олар аю болып келуі мүмкін. Енді қазақтағы тотемдік түсінік ол исламның келуімен үлкен трансформацияға түседі. Трансформацияға түсу себебі, мысалы, ер адам қасқыр терісін, оның дүниелерін бойына 40 жасқа дейін жолатпайды. Себебі күшін алып қояды деп түсінген ер адам. 40-тан кейін жаңағыдай керісінше бойына қасқыр ішік, қасқырдан тоң сияқты көптеп кие бастайтын болған. Мысалы, қазақ қоғамында түсінігінде италағаз деген мақұлық бар. Қаз, оны кейбір жерлерде саралағаз деп те береді. Қос-қостап ұшады, аласа ұшады, ұяларын жерге салады, суға салмайды, басқа қаздар сияқты. Ол қаздар айына бір рет адамдарда және сол қаздарда кездесетін бір феномен бар екен. Етеккірінің келуіне байланысты қазақтар ол құсты атпайды, тағамға пайдаланбайды, адамнан безінген деп түсінген сол италағазды. 100 жыл сайын сол италағаздың жұмыртқасынан құмай тазы басылып шығарылады. Оны да қазақтар білген. Мысалы, соңғы деректер 1880 жылдары Торғай жерінде кездескен, жаңағыдай дуалы, дінді жақсы ұстанатын кісілерге аян берілетін көрінеді. Үлкен кісілерге, шалдарға сөйтіп ұяға барып, 3 күннің ішінде аңдып отырып, жұмыртқадан италағаздың жұмыртқасынан құмай тазы шыққан бойда кісілер оны ұядан алып кетіп, өзі бағып, аңға қосып, сөйтіп өзінің серігі қылып алғандар кездеседі. Мысалы, әйел адам өлсе қазақ қоғамында және қырғыз қоғамында, мысалы, жылқы малын соймауға тырысады, жамбасы жерге түскенге дейін. Себебі жанына ауыр келеді деп түсінеді. Жамбасы жерге түскеннен кейін жылқы малын сойып, жаңағыдай садақаларына пайдалана берген. Түйе, сиыр сияқты малдарды союға да рұқсат етіледі, бірақ та әйел адамдар қайтқан кезде, ол жерленгенге дейін жылқы малын көбіне қазақ мысалы соймаған. Осындай үрдістерді тотемизм деп аталады, жануарлардың рухы. Ол жайлы қазақ туралы біраз айта беруге болады. Үшінші үлкен тармағы бұл анимизм деп айталады. Өлген аруақтардың рухына тағзым ету. Яғни адамзат 140 мың жыл бұрын оттың пайда болуынан алғашқы әлемдік дүние танымдар, соның ішінде отқа табыну сияқты элементтер жер бетінде жаппай жүре бастады. Ерте темір дәуірінде, мысалы, сақ, скиф дәуірлерінде енді өлген аруақтарға тағзым ету, оларға арнап үлкен ғибадатханалар салу, қабырханаларын кеңейту, қорғандарын жаңағыдай биіктетіп салу, дөңнің жалдың үстінен өткен кеткен адамдар көріп тұру деген сияқты үрдістердің барлығы бұл анимизмге келеді. Яғни өлген ата-баба аруағына тағзым ету. Оған сыйынбайды, бірақ тағзым етеді, жылма-жыл құрбандығын шалады.
Төртінші әлемдік дін бұл тәңірлік деп аламыз. Тәңірлік бұл енді үлкен философия деп те түсінсек болады. Адамның осы табиғат аясында мамыражай өмір сүруі, содан керегін алу, сонымен гармонда өмір сүру, бұның барлығы сол қазақ жеріндегі тәңірлікпен ұшпас келеді құбылыс.